Исламның тарихында 610-1258 жылдар аралығында қандай басты оқиғалар орын алды? Ислам діні Арабия түбегінде пайда болды. 6 ғасырда арабтар көшпелі мал шаруашылығымен және егіншілікпен айналысты. Тайпалар руларға бөлінді. Тайпа басшысы шейх, ал ру басы Саид деп аталды. Қызыл теңіздің жағалауында Византиядан Африкаға және Үндістанға баратын сауда жолдары болды. Осы жолдардың бойында арабтардың сауда тұрақтары орналасты. Оның ең ірісі Мекке қаласы еді. Меккенің орталық алаңында Қағба, оның төңірегінде қасиетті қара тас тұрды. Айналасында араб тайпалары құдайларының мүсіндері қойылған еді. Әр тайпа өз құдайына құлшылық етті. Бұл арабтар арасында алауыздықты күшейте түсті. Араб тайпаларының бірігуіне жаңа дін, ислам діні жәрдемін тигізді. Ислам дінінің негізін қалаушы Мекке қаласынан шыққан Мұхаммед пайғамбар. Ол 570-632 жылдары өмір сүрген. Мұхаммед бір ғана құдіретті Алладан басқа құдай жоқ деп пайымдады. Ол өзін құдайдың елшісі, пайғамбармын деп атады. Ол 610 жылдан бастап арабтардың өзара жауласуын қойып, бір дінді қабылдап, ислам дініне енуін уағыздады. Мұхаммедтің діни уағыздарына қарсы болған Мекке қаласының билеушілері қасиетті Қағбаны басып алып, пайғамбардың қаладан кетуін талап етті. Мекке қаласында өзіне қолдау таппағаннан кейін Мұхаммед пайғамбар 622 жылы Арабияның екінші қаласы Ясрибке, қазіргі Медине, барып паналауға мәжбүр болды. Мұсылмандардың тарихында осы жыл хижра, қоныс аудару, мұсылмандық жыл санаудың басы болып есептеледі. Ясриб қаласы бұдан кейін пайғамбар қаласы Медине деп аталды. 630 жылы араб тайпаларының көпшілігі ислам дінін қабылдап, Мұхаммед билігін мойындады. Халықтың көбі Меккені ислам дінінің орталығы деп таныды. Қағба тасы тұрған жер исламның қасиетті орнына айналды. Сауд Арабиясы еліндегі ислам дінінің орталығы Мекке қаласына барып қайтқандар қаж атанды. Ислам деген сөз Құдайға табыну дегенді білдіреді. Мұсылмандардың қасиетті кітабы Құран арабшадан аударғанда оқу деген мағынаны білдіреді екен. Исламның 5 негізгі парызы бар. Аллаға иман келтіру, 5 мезгіл намаз оқу, ораза ұстау, зекет беру, Меккеге қажылыққа бару. Мекке қаласын бағындырған Мұхаммед тек ислам дінін уағыздап қоймай, мемлекеттің саяси билігін өз қолына алды. Елдің билігі қасиетті Құран шариғаттары арқылы жүргізілді. Пайғамбар қайтыс болғаннан кейін оның ізбасарларына халиф деген атақ берілді. Араб халифатын Мұхаммед пайғамбардың серіктері Әбу Бәкір, Омар, Осман, Әли басқарды. Омардың кезінде арабтар 640 жылы Сирияны, Палестинаны, ал 640-642 жылдар Мысырды, одан әрі солтүстік Африканың батысын, 634 пен 651 жылдары Иранды толығымен өздеріне бағындырды. Шығыста орталық Азия жерін жаулап, Мерв қаласы халифаттың орталығына айналды. Сөйтіп, Үндістаннан Атлант мұхиты жағалауына дейінгі жер араб халифаты мемлекетіне бағындырылды. Араб халифатының саяси жүйесі. Халифаттың жері 5 жергілікті басқару аймағына бөлінді. Халифат Азия, Африка, Европа құрлықтарын қамтыған әлемдік державаға айналды. Бұл құрлықтардағы халықтардың өздеріне тән тарихи, мәдени, діни ерекшеліктері болды. Олар әр түрлі тілде сөйлеп, өз салт дәстүрін ұстанды. Осындай оқиға халифаттың күйреуіне әкеліп соқты. 8-10 ғасырларда халифат бірнеше тәуелсіз мемлекеттерге ыдырап кетті. Олардың ішіндегі ірілері Бағдат халифаты, Фатимилер халифаты, Кордова халифаты, Саманилер мемлекеті және тағы басқалар.